танымал тележүргізуші Лейла Сұлтанқызы жолдасының бірінші некесіндегі балаларымен қарым-қатынасы қандай екенін ашық айтты. Ақпарат өкілі күйеуінің үлкен ұлдарымен де, олардың келіншектерімен де жақсы араласатын болып шықты. Ол отағасының немерелері өзінің кіші ұлдарымен жаста екенін жеткізді. Лейла Сұлтанқызы жолдасының үлкен перзенттерімен арақатынасы туралы бар шындықты айтып, Instagram парақшасында жазба жариялады. Ақпарат өкілі балалары кішкентай болса да, өзінің немерелері бар әже екенін айтып жұртты таңқалдырды. Белгілі болғандай, ол отағасының бірінші некедегі немерелері туралы айтқан. Тележүргізуші өз ұлдары мен немерелері бір үйдің баласындай өсіп жатқанына аса қуанышты екенін жасырмады. Мына суретте Лейла әжемін. Қайрекеңнің үлкен ұлынан тараған немереміз Ажар 14-ке келді. Үлкен ұлым Сағадат, Ажардан 2-3 ай кіші. Бәрі қатар өсті. Қызығушылықтары да бір үйдің балаларындай. Қайрекең үлкен балаларын дүниеге келгенде, өзім де жас болдым ба, көп нәрсені түсінбеген шығармын. Мыналарға немере ұлдары қарап әрбір сәтіне куә болғым келеді, дейді. Немере де тәтті, балалар да тәтті. Келіндерім құрбымдай. Динара да, Малика да көргенді текті жерден екені сөзімен, ісімен көрінеді. Құдағиларыма рахмет. Бірінші рет оларды әке-шешесі Астанаға қыдыруға жіберген ғой. Олармен біз де мәз болдық. Ертең-ақ бұл балалар өседі. Кім қайдан, қалай деген сұрақтар емес. Естерінде бір-бірімен өткізген қызықты шақтары қалады. Қан жақындағы бауырмашылдықтары, жаны ашып болысуы. Ұлдарым мен немерелеріме қарап осыны түсінгендеймін, деп жазды ол.